Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін ауа райы тынышталды. Кеше 2 күн бойы жел, бұлтты күн болды, күн салқын болды. Бүгін сіздерге айтайын дегенім, естеріңізде болса алдында балықтарға жасанды ұя жасаған болатынбыз. Сол ұяларымызды амурлар барлығын жеп қойыпты, шөптерін. Жоғарғы жақ бөлігін барлығын. Мен келгесін барлығы үркіп қашты. Содан кейін осындай жасанды ұя, жасанды жаңағындай кормушка дейміз. Ағаш төртбұрышты ағаштан балықтарға шөптен қоректенетін орында дайындап қойдық. Амурлар осы шөптерді астынан келіп тартып жейтін болады. Жалпы ағамур судың сиыры деп айтады. Европа балық өсірушілері бұны судың сиыры деп айтады. Бұның ең ірілері ересек, яғни 4-3 килограмм, 5 килограмм сияқты ересек амурлар тәулігіне өзінің салмағындай өсімдікпен қоректене алады. Балдырлармен, қамыс деген сияқты басқа да судың өсімдіктерімен. Қазір туғанымызда тыныштық, бетінде тек амурлар жүр. Қамыстарды жапырағынан тартып мына жерде көрініп тұрса, мына жерде құлыншақта үйір жүр. Өйстіп секіріп тұрады анда-санда. Міне жасанды ұямыз. Естеріңізде болса, бетіне шығып тұрған болатын шөптері. Қазір бәрін тып-типыл етіп жеп қойыпты. Тек түбіртектері алған. Оның өзіне де рахмет. Міне амурларға арналған кормушкамыз осындай, қоректенетін тақтайшамыз. Бұл жерде бір кемшілік, тақтайшаны бір-бірінің үстіне емес, бір келке қылып, бір биіктікте қағу керек. Сонда арасынан шөптеріңіз шығып кетпейтін болады. Көліміздің суының беті лас, әрине жаңа. Мен тағы шөптерді орналастырдым, жасанды ұяларды кешіп. Қазір бұның бәрі кететін болады. Судың беті керемет. Соңғы 2-3 күнде каналдан су келіп еді, бірақ тартылып кетті. Соған қарағанда жоғары жақ, төмен жақтағы шлюзді қаттырақ ашқан секілді. Балықтар ойнап жатыр. Әсіресе амурлар. Жалғыз түйір бір жылан балық жібердік. Кішкене. Бақалар жесін деп. Жылан балық келгелі, жалғыз түйір бір жылан балық келгелі, бақалардың үні басылды. Бірақ әлі де бар.
Так, басқа не айтуға болады? Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар комментарийге. Мына бір жерде бір екі амур жүр. Сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Білмедім. Қазір бұйырса каналға су келіп жатыр. Келмеше мен тартып көретін боламыз. Не балық бар? Көбінесе амур, сазандар кіретін осы біздің каналға. Су аз кезде, су енді кіріп жатқан кезде. Күннің жарығынан сіздерге көрінбеуі мүмкін, маған анық көрініп тұр. Амурлар ұсақ шөптерді қалай түрткілеп жеп жатқандығы. Жалпы сазан немесе тұқы өсіретін болсаңыздар, карп дейміз орысша. Амурды өйстіп бірге отырғызған жақсы. Өйткені амурлар ертең күн ысыған кезде туғаныңызды қалың балдыр басып кетуінен сақтайды және оларды тазалап отырады. Әрине, қамысқа қатты көмектеседі деп айта алмаймын. Өйткені қамыс өте қатты. Тек қамыстың жапырағын, жұмсақ жерлерін кеміретін болады. Енді біздің бақша осындай. Пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Тағы да алда сіздерге органикалық тыңайтқыштан қалай ұсақ организмдер, балықтың личинкаларына қорек болатын зоопланктондар, зообентостар қалай өсетінін көрсететін боламын. Қазір көрсетейін десем, су әлі салқын. Олар әлі баяу дамып жатыр. Қаптап өскен кезде мен сіздерге арнайы ролик дайындайтын боламын. Ал достар, қош сау болыңыздар. Жай сөйлеп отқан себебім балықтарды үркітіп алам ба деп тұрмын, жақындаған балықтарды.